Егер мүлдем сөйлемесе не болады? Сен бұны білдің бе? Сөйлеу дағдысы әлсірейді. Ұзақ уақыт сөйлемесе, ми сөйлеу орталығын аз қолданады. Әлеуметтік байланыс әлсірейді. Адамдармен қарым-қатынас қиындайды. Түсіну азаяды. Эмоцияны жеткізу қиын болады. Сезім мен ойды сөзбен айту қиындайды. Жалғыздық сезімі күшеюі мүмкін. Өз ойыңды бөліспегендіктен ішкі оқшаулану пайда болады. Ойлау өзгеруі мүмкін. Сөйлеу ойды құрылымдайды. Ол азайса ой жүйесі баяулау мүмкін. Сенімділік төмендеуі мүмкін. Адамдармен сөйлеспеген сайын өз-өзіне сенім азаюы мүмкін. Дауыстық бұлшықеттер әлсірейді. Ұзақ уақыт сөйлемеу дауыс шығару қабілетіне әсер етеді. Тілдік қабілет төмендейді. Сөздік қоры аз қолданылады. Белсенді лексика әлсірейді. Түсіну қабілеті сақталады. Бірақ ойды сыртқа шығару қиындайды. Баланс керек. Тыныштық пайдалы, бірақ толық сөйлемеу әлеуметтік және психологиялық қиындық әкеледі. Сөйлемеу кейде пайдалы ой жинау үшін, бірақ ұзақ уақыт болса қарым-қатынас пен ойлау қабілетіне әсер етеді. Сен қанша күн сөйлемей тұра алар едің? Осындай қызықты әрі пайдалы фактілер тағы да білгің келсе, арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпа.